Замогымызды орналастырдық. Енді сөмкеміздің ручкасын ұстап тұруға арналған дөңгелек фурнитурамызды екі жанынан орналастырамыз. Мұқият қараңыздар, қақ ортасы деп тапқан бөлікті есептейміз. Мінекей, сөмкені ашып, өздеріңіз ыңғайларыңызға қарай дөңгелек форманың алдынан бір галочка және де артынан 3 галочка қалатындай етіп өлшейміз. Мінекей, екінші жағынан да тап сол тұстан дөңгелек фурнитурамызды кіргізіп орналастырамыз. Және де сөмкеміздің подкладкасын тігетін боламыз. Ол үшін бағанағы формаларды өлшеп қиып алған маталарды бір-біріне біріктіріп тігеміз. Ол үшін төртбұрышты матаның ең алдымен екі енін қайырып тігіп алдық. Енді осы бөліктің оң бетіне матаның дөңгелек форманың оң бетін беттестіріп тігіп шығамыз. Мінекей, мен беттестіріп тігіп шықтым. Дәл менікіндей видеодағыдай етіп тігетін болсаңыздар, подкладка сөмкенің ішінде нақты дәл тұратын болады. Сондықтан мұқият қараңыздар, ешқандай жерден шатасып кетпеңіздер. Енді осы тігілген бөлігімізді сөмкенің ішіне орналастырып, өздеріңіздің ыңғайларыңызға қарай жылжып кетпесін десеңіздер, инелермен бұрыш-бұрышынан қадап қойып, қарапайым тігіс арқылы тігіп шығамыз. Ол ине жіптің көмегімен тігіледі. Кәдімгі инені осы түстес, мата түстес жіпке өткізіп аламыз, және де видеода көрсетілгендей етіп тоқылған бөліктің арасынан инені бір рет өткіземіз және подкладкадан бір рет өткізу арқылы тоқып шығамыз. Подкладкамызды сөмкемізге дәлдеп тігіп шықтық. Енді сөмкеміздің жоғарғы жағынан ұстайтын ручкасын тоқитын боламыз. Ол үшін арнайы фурнитураның дөңгелек жағынан негізгі жіпті өткізіп, одан ілгекті кіргізіп, іліп ала отырып 50 рет тоқимыз, және де оны сөмкенің жоғарғы жағына орналастырып, ұзындығын өздеріңізге ыңғайлы етіп, ұзынырақ немесе қысқарақ етіп тоқсаңыздар болады. Мен сіздерге стандарт размерді көрсеттім. Бұл не ұзын, не қысқа емес, орташа көлемді ручка болып шығады. Егер ұзынырақ етем десеңіздер, іліп алып тоқыған бөліктеріңізді 60-70 етіп тоқсаңыздар болады. Ал енді сөмкеміздің 50 рет тоқып алғаннан кейін екінші басына фурнитураны осылай кіргіземіз. Және де көрсетілген бөліктен мұқият қараңыздар. Артқы жағындағы томпайған бөліктен ілгекті кіргізіп, ілгектің бойындағы жіптен өткізе отырып, 50 рет қатардың аяғына дейін тоқып шығамыз.
Мінекей қатарымыздың соңғы бөлігін тоқимыз. Қараңыздар, осындай болып қалыптасуы қажет. Енді әрбір қатарды осылай жасайтын боламыз. Мұқият қараңыздар, қосымша ілгек ілмейміз. Осы қатардың аяғында тоқылған бөлігімізді фурнитураның дөңгелек бөлігінен өткізіп аламыз жіпті. Сол бөліктен ілгекті қайтадан кіргіземіз. Негізгі жібімізді айналдырып шығарып аламыз. Ал енді жаңа қатарды қалай тоқимыз? Мұқият қараңыздар. Төбесінен қараған кезде, үстіңгі жағынан қарағанда галочкалар қатарынан тізіліп тұр ғой. Соның бірінші жібінен ілгекті өткізіп, одан негізгі жіпті шығарамыз, ілгектің бойындағы жіптен өткіземіз. Мұқият қараңыздар. Екі жіптің жоғарғы жағындағы жібінен ілгекті өткіземіз. Негізгі жіпті іліп алып, ілгектің бойындағы жіптен шығарамыз. Осылай тоқу арқылы қатардың аяғына дейін барамыз. Екінші қатарымыздың соңғы бөлігін тоқып аламыз. Және де осы соңғы жіпті фурнитураның дөңгеленген бөлігінен өткіземіз. Осы өткізілген жіптен ілгекті кіргіземіз. Негізгі жіпті іліп аламыз. Кері айналдырамыз. Және де дәл бағанағыдай етіп, жоғарғы жағынан қарағанда екі жіптің үстіңгісінен ілгекті кіргіземіз. Одан негізгі жіпті бері қарай шығарып, іліп алып, ілгектің бойындағы жіптен шығарамыз. Бұл бізде үшінші қатар. Дәл осылай қайталау арқылы барлығы 5 қатар тоқимыз. Әр қатардың аяғына немесе басына келген кезде фурнитураның дөңгелек бөлігінен жіпті өткізіп алу арқылы кері қарай жүруді ұмытпаңыздар. Бесінші қатарымыздың соңғы бөлігін мұқият тоқып аламыз. Жіпті ұзынырақ етіп шығарып, ілгектен босатамыз. Фурнитураның дөңгелек бөлігінен оны өткіземіз де, қажетті мөлшерде жіпті қиып аламыз. Оны тартып шығарамыз да, ілгектің көмегімен тоқылған баудың ортасынан білінбестей етіп өткізіп қоямыз. Сөгіліп кетпес үшін бір рет түйін жасап байлап тастасаңыздар болады.
Мінекей біздің бауымыз дайын болды, енді оны сөмкемізге бекітеміз. Осымен біздің сөмкеміз толықтай дайын болды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.